Гипоксия есептері. Енді гипоксия есебін шығарған кезде бізге ең бірінші қажет болатын осы интерпретация. Яғни осы интерпретацияны біз толық жатқа білу керекпіз. Бұл жерде көрсетілген көрсеткіштер қандай көрсеткіштер? Мысалы, мына жерде бірінші тұрған P атом деп тұр, яғни атмосферадағы оттегінің қысымы. Егер бұл төмен болатын болса гипобария, жоғары болатын болса гипербария. Яғни қысымның жоғары және төмен болуы деп көрсетіледі. Ал P альвеоладағы O2 деп көрсететін болса, яғни альвеоладағы оттектің парциалды қысымы. Осы жердегі қысым. Бұл төмен болатын болса альвеолалы гипоксия немесе тыныстық гипоксия деп көрсетеміз. Бұл біздің ең главный шаблонымыз болады. Шпор, то есть шаблон шпор. Және бұл жерде неге артерияға байланысты көрсетілетін көрсеткіштер бар. P, S және V. P деген айттым қысым, S бұл сатурация, яғни ненің артериялық қанның оттегімен байланысуы, сатурация. Ал V деген сол неде қанда оттегінің көлемі. Мына жерде көрсетілген. Егер осының барлығы жоғары болатын болса, артериялық гипероксемия, яғни барлығы жоғары. Гипероксемия. Ал барлығы төмен болатын болса, артериялық гипоксемия. Яғни қанда оттегі болып тұр, уже гипоксемия деген атау қолданылады. Одан кейін дәл осы көрсеткіштер неде? Венада да кездеседі. Яғни бұл жерде кездесуі PA, SA, VA деп көрсетіледі. А деп тұрған артериядағы. Ал дәл осындай PV, SV дейтін болса, уже бұл венадағы. То же самое, венада егер көп болатын болса, артатын болса, веналық гипероксемия, ал аз болатын болса, уже веналық гипоксемия деп көрсетеміз. Келесі артерия-веналық айырмашылық. Бұл төмен болатын болса, яғни артерия-веналық айырмашылық деген кешегі менің немді қарайтын болсаңыздар, сол жерде анық ашып түсіндіргенмін. Төмен болатын болса, тіндердің оттегінің пайдалануының азаюы и тіндік гипоксия. Бұл жақшаның ішіндегі керек емес, сіздерге есепте жазылу керек, дәл осы сөздер жазылу керек. Тіндердің оттегінің пайдалануының азаюы деп. Ал артатын болса, тіндердің оттегінің пайдалануының артуы деп көрсетеміз. Ключевой заттар қалдырылған, мына жерде тіндік гипоксия, АВ айырмашылық төмен. Ал АВ айырмашылық жоғары болса, онда циркуляторлы гипоксия. Келесі гемоглобиннің төмендігіне байланысты. Гемоглобиннің төмен болуы, мысалы 3 дәрежесі бар. Жеңіл дәрежелі анемия болуы мүмкін, ол 90-119 болып көрсетілсе. Есепте беріледі өз гемоглобиннің саны. И екіншісі 60-89 болса орташа дәрежелі, 60 болса, 60-тан төмен болса ауыр дәрежелі анемия. Бұл гемдік гипоксияның анемиялық түрі. Мына анемияны, то есть гемоглобинді көрсетіп қойса, уже бірден білеміз, бұл гемдік гипоксия және оның ішіндегі анемиялық түрі, если төмен болатын болса. Келесі дәл осы гемдік гипоксияның ішінде гемоглобиннің сапасыздануы бар. Ол міне метгемоглобин немесе соған угарный газ қосылған болатын болса, дәл осындай көрсеткіштер берілетін болса, бірден білеміз гемоглобиннің сапасыздануы, және интерпретацияны қолдана отырып есепке дәл солай жазып кетеміз. Енді келесі көрсеткіштер бар. Осы гипоксия кезінде қан жүйесін сақтап қалу немесе ағзаның гомеостазын сақтап қалу үшін бізде компенсаторлық жүйелер бар. Ол қанның минуттық көлемі арқылы реттеледі. Яғни қанның минуттық көлемі артатын болса, қан айналым жүйесі арқылы компенсация. Не үшін? Себебі қанның минуттық көлемі деп өзі айтып тұр. Қан жүректің жұмысы ұлғаяды, қанды арттырады, артериялық давление артады деген сияқты заттар айтылады. Сол заттар арқылы компенсация ұстайды. Компенсация деген бұл ағзаны қорғау, теңгерімде ұстау деген мағынаны береді. Келесі, егер осы төмен болатын болса, циркуляторлы гипоксия. Циркуляторлы гипоксия не үшін? Жүрек жұмысы жетпейді, қанда артериялық давление төмендейді. Артериялық давление төмендегеннен кейін уже ары қарай циркуляторлы гипоксия орын алады. Оның барлығын кеше неде анық айттым. Менің инстаграм парақшамда эфир сақталып тұр, сол кіріп, сол жерден тағы бір қарап алуларыңызға болады. Келесі
ТМК, яғни тыныс алудың минуттық көлемі. Бұл да дәл солай. Тыныс алу арқылы компенсация, ал егер осы төмендейтін болса, артатын болса компенсация, төмендейтін болса, онда тыныстық гипоксияның дәлелі. Не үшін тыныстық гипоксия? Уже ол сыртқы жүйемен байланысып тұр. Альвеола өкпе арқылы сыртпен байланысып жаңағы тыныс алып тұр. Келесі құс. Бұл қанның оттегі сыйымдылығы. Қанның оттегі сыйымдылығы деген бағанағы сатурациямен бірдей жүреді. Оттегіге қалай сыйымдылығы артады? Эритроцитпен, оның ішіндегі гемоглобинмен, осымен оттегінің сыйымдылығы артып отырады. Ал енді дәл осы артатын болса, қан жүйесі арқылы компенсация, қан жүйесі арқылы, қан айналымы емес, қан жүйесі арқылы, яғни бұл жерде эритроциттер айтылады. Қан жүйесі арқылы компенсация, ал бұл төмендейтін болса, эритроцит жоқ, немесе құрылым бұзылды, гемоглобин жетіспейді, онда қандық немесе гемдік гипоксияның дәлелі. Если есепте дәл осындай қостың жоғарылаған немесе төмендегенін көретін болсақ, бірден жазамыз қанның гипоксиялық, то есть қандық гипоксияның дәлелі немесе гемдік гипоксияның дәлелі деп. Оны қалай анықтаймыз? Бізге есепте осы нормалар беріледі. Яғни атмосфералық ауа нормада қанша болу керек? 720-760 арасында. Альвеолада қанша болу керек? 105-115 арасы деген сияқты осы бізге беріледі. Осыған қарай отырып біз есеп шығарамыз. Енді келесі сіздерге есеп шығарып көрсетейін. Мына менде орысша вариант есептер. Осы жерде кек деген қос, ол мод ТМК, мок деген КМК, то есть қанның минуттық көлемі, тыныс алудың минуттық көлемі. И мен шатасып кетпеу үшін мына жерге олардың нормасын белгілеп қойдым. Негізі мынау бізде есепте беріледі. Осы есепте бізге беріледі қолымызға. Ал бірақ интерпретация бізге берілмейді. Бұны міндетті түрде жаттау керек. Енді есепті шығарып көрсетейін. Мен енді көбірек анау екі жақпен салыстырып отырып көбірек уақыт алатын болғандықтан алдын ала оны белгілеп алдым. Мына жерде мысалы көрсетіп тұр. Қазір 1 минут. Мына жерде көрсетіп тұр 160 деп. Ол 160 немен нормамен салыстырсаң, 160 норма. Осылай қарап отырып сәйкестендіріп алдым, бірақ ішінде төмендегені немесе артқандары бар. Төмендегені PV-O2 төмендеген дейді. В деген вена, П деген қысым. То есть венадағы оттегінің парциалды қысымы төмендеген. Вот біз бұны бірден жазамыз. Веналық гипоксемия. Веналық гипоксемия. Вот кетті. Ал қалғандары нормада тұр. Анау немен есептегімен салыстырып отырып жазып алуға болады. Барлығын осылай жазамыз. Жазылу реті тәртібі осындай, интерпретацияны қолдана отырып жазу осылай болады. Келесі тоже сатурациясы да аз. Бұғанда тоже веналық гипоксемия. Веналық гипоксемия деп жазамыз. Енді артерия веналық айырмашылық оттегіге тәуелді, артып тұр. Значит, оттегіні кімдер қолданылады? Тіндер. Тіндердің оттегіні пайдалануы артуы. Тіндердің O2-ні пайдалануының артуы. Мен видео болған соң қысқа көрсетіп жатырмын барлығын, ал неде РК-да сессияда олардың барлығы толық жазылу керек. Келесі КМК, то есть қанның минуттық көлемі. Қалыптыда ол 3,5-5. Қалыптыда ол 3,5 немесе 5-5. Бұл төмендеген бізде. Қанның минуттық көлемі төмендеген. Значит, біз бірден білеміз, бұл циркуляторлы гипоксияның дәлелі. Циркуляторлы гипоксияның дәлелі. Не үшін дәлелі, не үшін бірден жазып жатыр? Себебі ол интерпретацияда болды. Біздің главный шпорымыз. Вот соны жаттап аласың, ол төмен. Не үшін төмен? Ол циркуляторлы гипоксия болып жатыр, сол үшін төмендеген. Енді қорытынды жазу.
Қорытынды жазуда біз қорытындыны қалай жазамыз? Бірінші қараймыз. Циркуляторлық гипоксия ма? Иә, ол айқын дәлелі көрсетіліп тұр. Циркуляторлық гипоксияда не болады? Тіндердің оттегін пайдалану артады. Не үшін артады? Себебі бізде мынау тін бар. Мынау тін, мына жақта артерия, то есть капилляр, артериялық капилляр, мына жақта веналық капилляр. Мына жақтан оттегі келеді, тін пайдаланады, қалған оттегі қайта өтіп кетеді. Кеше мен оны ашып неде түсіндірдім, айқын барлығын эфирде. Сонда да тағы бір айтып кетейін. Осы жердегі оттегі келеді, қан айналым жүйесі баяу болғандықтан жүректе жеткіліксіз болып жатыр, қан тамырлар коллапс болып жатыр. Сондықтан оттегі жай келеді, тіндер оттегін толық пайдаланып тастайды. Сөйтеді да венаға оттегі аз шығады. Сөйтіп бұл жақта веналық гипоксемия болады. Үшінші көрсеткіші веналық гипоксемия. Осы үшеуін көрген кезде бірден жауабын жазамыз. Эндогенді циркуляциялық эндогенді циркуляторлы гипоксия. Осылай жауап береміз. Бір мысал. Эндогенді циркуляторлы гипоксияға бір мысал. Циркуляторлы гипоксияның дәлелін көріп тұрмыз. Тіндердің айырмашылығы артқан және веналық гипоксемия. Осы үш ключевой зат, и біз сразу жазамыз эндогенді циркуляциялық гипоксия. Келесі, бұны тоже самый осылай жазып белгілеп алдым барлығын. Енді бірден жазып бастаймыз. Атмосферада оттегі аз. Интерпретацияда көрсетіледі, бұл экзогенді гипоксия. Альвеолада аз, альвеолалық гипоксия. Кейін, то есть артериялық неде аз. Артерияда оттегі аз. Артериялық гипоксемия. Тоже веналық гипоксемия. И мына жерде берілген PaSO2, яғни гипокапния. Потом сатурация оттегі аз, тоже артериялық гипоксемия. Ерінбей болғанда интерпретацияны қолданып отырып дәл осылай жазылады. Мынау веналық гипоксемия. Есептің жазылу тәртібін көрсетіп жатырмын. Мына жерде толық жазасыздар. Мен енді уақыт қысқа болғандықтан тез жазып көрсетіп жатырмын. Қанның минуттық көлемінің артуы, яғни қан айналым жүйесі арқылы